Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін бізде 69-шы сабақ табиғаттың таңғажайып құбылыстары зат есім. Бүгінгі сабақта сен оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын өзара сәйкестігін, мәтіндегі негізгі ойды, мәтіндегі негізгі және туынды зат есімді табуды үйренетін боласың. Зат есім заттың атын білдіретін, кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады. Негізгі зат есім негізгі түбірден болған зат есім негізгі зат есім деп аталады. Мысалы, ана, жер, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын зат есім туынды зат есім деп аталады. Мысалы, іскер, байлық, кітапхана. 22-ші тапсырма, мәтінді оқы. Ұзақ. Бірде орман ағаштарын ауруға шалдықтыратын жебір құртпен күрес жүргізетін арнайы бригада шақырылады. Мұнда келген бригаданың адамдары орманда қаптап ұшып қонып жүрген ұзақтан басқа бірде-бір жұлдыз құртты көре алмай қайран қалады. Сөйтсе ұзақ келіп жұлдыз құртты тазартып қойған екен. Ұзақ мешкей құс ол тояттау үшін толып жатқан зиянды жәндіктер қажет, ал балапандары пайда болған кезде бұрынғыдан да көп жұмыс істеуіне тура келеді. Ұзақ әдетте топтасып ағаш басына ұя салады. Зиянкес жәндіктер жойып табиғатқа қыруар пайда әкелтіреді. Рас, ұзақтардың кейде жаңа көктеп келе жатқан бидай, жүгері, күнбағыс өскіндерін жұлып жейтіні бар. Мұндайды оларды өлтірмей егістікке күзетші қойып қуалап жіберу қажет. Себебі ұзақтың зиянының пайдасы көп. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Мәтін не туралы? Мәтіннің мазмұны мен тақырыбы бір-біріне сәйкес келе ме? Ойыңды дәлелдеп айт. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі зат есімдерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт. Бірінші, ұзақ қандай құс? Ұзақ мешкей құс. Екінші, ұзақтың негізгі азығы не? Ұзақ толып тұрған зиянды жәндіктермен және жұлдыз құрттармен тамақтанады. Ұзақ ұясын қайда салады? Ұзақтар әдетте топтасып ағаш басына ұя салады. Ұзақтың пайдасы неде? Ол зиянкестерді жойып табиғатқа пайдалы. Мәтінде ұзақ құс туралы баяндалған мәтіннің аты мен мазмұны бір-біріне сай келеді. Ұзақ құс деп те өзгертуге болады. Мәтіндегі негізгі ой ұзақтың қасиеттері мен пайдалы құс екендігі. Негізгі зат есімдер ұзақ, орман, ағаш, құс. Балапан, табиғат, жәндік, бидай, жұлдыз құрт, күнбағыс, жүгері. Туынды зат есімдер күзетші, зиянкес. 23-ші тапсырма, жайылып атты жатқа жаз. Шын еңбекшіл, өрмекші, өрмекші, шын өрнекші. Туынды зат есімдерді тауып сөз құрамына талда. Өрмекші түбірі өрмек зат есім, ш сөз тудырушы жұрнақ. Өрнекші түбірі өрнек зат есім, ш сөз тудырушы жұрнақ. 24-ші тапсырма, 15-ші беттегі негізгі зат есімдерге ш жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жаса. Мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, бие, жылқы, күй, сиқыр. Алдымен негізгі зат есімдерді, сонан соң туынды зат есімдерді топтап жаз. Әр топтағы сөздерге сұрақ қой, олардың мағыналық айырмашылығын түсіндір. Негізгі зат есім бізде мүсін, дойбы, сауын, егін, мал, бие, жылқы, күй, сиқыр. Ал туынды зат есім мүсінші, дойбышы, сауыншы, егінші, малшы, биші, жылқышы, күйші, сиқыршы. Негізгі зат есімге біз не деген сұрақ қояды екенбіз. 25-ші тапсырма, қоян туралы білетін мәліметімен кестені толтыр. Осы тірек сөздермен мәтін құрастыр. Қандай мәтін шықты? Аң атау, қоян, үй түрі, бізде түрі үй және жабайы түрі болады екен. Түсі ақ, қара сұр, қасиеті жүйрік, сақ, нәзік, пайдасы еті, жүні, терісі. Қояндар сүтқоректілердің бір тұқымдасы, оларға 50-ге жуық түрі бар. Олар жабайы және үй қояндары болып бөлінеді. Қоян әртүрлі болып келеді. Мысалы, ақ қоян, сұр қоян, қара қоян және тағы басқа түсті қояндар бар. Олар өте қорқақ жануарлар. Олар қырыққабатпен сәбізді сүйіп жейді. Қоян еті жүкті әйелдерге пайдалы, сонымен қатар оның терісінен түрлі бас киімдер тігуге болады. Ал балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.